Жылдар бұрын оңтүстік Қазақстандағы бір шағын ауылда ауыр дертке шалдыққан 9 жастағы Елнұр төсек тартып жатты. Дәрігерлер үміттің аз екенін айтып, ата-анасын сабырға шақырған. Бала өмірге бейжай қарап сөйлеуден де, күліп жымиюдан да қалған екен. Бірақ бір күні анасы баланың бұрын қатты жақсы көретін әні Мейрамбек Беспаевтың Бозторғайын телефонынан жаймен қосыпты. Сол сәтте бала алғаш рет көзін ашып, әлсіз жымиып, «Мама, Бозторғай» деген. Бұл бірнеше апта бойы алғаш сөйлеген сөзі болған. Осы оқиға туралы естіген Мейрамбек ертеңіне ақ ауылға өзі барған. Қолы босамайтын өнер иесі ауруханаға кіріп, сол балаға тікелей Бозторғайды айтып берген. Баланың көзі жасаурап, алғаш рет шын жүректен күлген. Бұл сәтті көрген дәрігерлердің өзі таң қалып, бұл ән жүректі емдеген шипа болды депті. Содан бері ауылдастар бұл оқиғаны Бозторғайдың кереметі деп еске алады. Ал сол бала бүгінде мектепті алтын белгімен бітіріп, дәрігер болуды армандайды. Оның айтуынша, өмірге деген үмітін қайта оятқан, Бозторғай үнімен жүректі тербеткен Мейрамбектің мейірімі.